көрсін білсін, сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Жерде ең күшті геомагниттік дауыл басты. Бүгін 7 қарашада жерге ғалымдағы деңгейіндегі магниттік дауыл соқты. Олардың күші ортадан жоғарғы деңгейге дейін өзгеріп отыр деп хабарлайды araша.kz. Ғалымдардың айтуынша, магниттік дауылдардың себебі плазманың қуатты лақтырылуы. Бұл процесс бірнеше күн бұрын басталған, алайда бастапқы болжам бойынша ол жерге әсер етпеуі керек еді. Бұл плазма бұлттардың қазір радиалды бағытында емес, жерге қарай ығысып шығатындығын білдірді. Сонымен қатар олардың таралуы бұрышы менен жылдамдығы есептелгеннен әлдеқайда жоғарғы. Бұл ертеңгі күнге қатысты көңілсіз болжамдар жасауға себеп болып отыр, делінген жарияланымда. Ғалымдардың болжамынша 7 қарашада жерде биылғы желдің ең күшті геомагниттік дауылы және де соңғы бірнеше жылдағы ең қуаттысының бірі бастан өткеріледі. Еске салайық, 3 қарашада күнде М5 деңгейіндегі жарқырап тіркелді. Бұл қыркүйек айының соңындағы бірге ең қуатты жарқыл болды. Бұған дейін бірқатар күшті және де қарқынды жарқылдардан кейін күн белсенділігі нөлдік деңгейге дейін түскен еді. Ал қыркүйек айының соңында ғалымдар соңғы 3 айдағы ең күшті магниттік дауылдың бақыланғанын болатын. Мамандардың айтуынша, мұндай деңгейдегі дауыл соңғы рет 1 маусымда тіркелген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз.